Шаңырақ. Күлжігіт Сатыбеков. Шаңырақ туғандар. Анам Москва, анам Москва. Күлташығыш келді. Рахмат. Болсын? Оу. Сен құдылсың а? Екіді. Қандай екіді? Құддыл дей. Құдылсың ба? Құддыл болсаң, отырған елдерді күлдірші. Бол. Қандай, ұзағынан да қысқасынан? Ұзағы жақша. Ұзағырақ. Ортасырақ дейді. Бұйылан тарих маданатшылығы. Қырғыздардың қиын жағын айтып берейін. Япондардың самурайына Қытайлардың низасы қырғыз үші қылыш шауыш бойынша конкурсқа қатысып қалып тұрышында чоң сценарий толы бірінші самурай жігіт. Қысқа қылычы бар ғой, самурай шындай тұрса, жаңа чымын бар ғой, қара чымын. Жа етке қона өрген? Ошонда қара чымын ұлчып келатқан екен, зыззызда. Шақ самурай қылычы қармап беді, ұлчып келатқан чымынды шақ деп ортасынан екі көріп, бір жақ бөлімі шақ деп үш көріп қойып. Япон? Япон. Елді крышасы кетіп қалыпты. Очерк китайский низаға кетіп, алдам шында сенада тұрса, дақ ошындай чымын ұшып келатқан екен, зыззызда. Шақ қылычы қармап беді, ұшып келатқан чымынды шақ деп ортасынан екі көріп, ажырап кетер екен деп қайрамындайына шақ деп төрт көріп. Қытай? Қытай. Елді крышасы алып қалыпты. Өзі қайрada олаттыр. Адресті айтышқан жоқ. Айтпады, сұрапай болсын. Очерк кей келді. Кімге? Қырғызға. Қырғызды. Білесің, қырғыздың қылычы жоқ. Әлігінде анша-мұнша мұруты бар. Шында айтышта, дал осындай чымын емес, бірақ қара қоңыз бар ғой. Жаңа дың деп ұшқан? Оныры білдік оқшашы. Осындай қоңыз деп келатқан екен қырғыз шақ қылычын қармапты ұшып келатқан қоңызды шақ етті ортасынан чапқан екен. Ұшып келатқан қоңыз деп тұрдағы деп қайғы ұшып кетті. Не, тибе қалыптыр ма? Япон менен Қытайда үшін тойлапты, тибе қалды, біз 3-ке 4 көрдік. Сен даңқиған қоңызды жоқ дегенде 2-ге бір алға қойдың ғой десе, қырғыз айтып бере айламай бір тұрғандар. Мен деген әлхамдулилля мұсылманмын. Мен Алла Тағаланың әрбір жаратқан жануарына қиянатты қылғым келмейді. Просто мындай жақсылап қарасам, ол қоңыз еркек екен. Жөнеле мындай адалдап суреттеп қойдым деп қойдым. Жақшы. Сүннеттеп қойып тұр да? Құлдап мамле қылғанда. Жақшы. Мұндай нәрсені сахнаға айтпайды да. Сен, мысалы, құтыл болмағанында жаш балдарды алдырып жүрмеген кезінде сүннет отырғызып қояйын да. Как раз Ярославға келіп, бұл центрге ашып алмадым, сүннет центрде бар. Сүннеті менен. Қандай сүннеті? Жоқ, бычақ қайчыны сүннеті. Ошасы. Малшалық нағылы емес пе? Сүннеті мен елу алған. Жақшы, құтыл екеніңе шеттім. Рахмат. Сен негізі тоқтағылдықтысың, а? Тоқтағылдықтардың кемізіне жолқысаң ұрдай береді, қа? Но Ярославдық туғандарға да бір шыңғыл таштап бермейсің. Тұрдамақ, просто мен тоқтағылдық болғанымен мен 10-шысымын да. Не болып тұр 10-шысы болсаң? Мұндай сөздер бар сен, тоқтағылдықтардың 10-ы тұрған болса, барсаң ошо ордың 9-ы ұрдайды дейді ғой. А мен 10-шысы да? Сен 10-шысы. Ұрдай алмай алғаны сен екенсің, да? Болғанда елменен сөйлеше беріп, маға ұқсат бергілі. Мен келіп, сарпайын алмаштырып шығарайын. Қаншағыда, жігіт Сәтбек. Жаңа Гүлжитеке Москваның тұзы ауыр деді. Мен былтыр келгенде, атайын тұз алып кеттім бияқта. Барып қарттым, шындап әлі біздің тұзға қарағанда 200 грамм ауыр екен.
Себеби биздикилер менен башка теңел болмок, просто биздикилер таразыдан уруп коет го. Негизи атты жакшы койгондо, адамга атты койгондо аябай сонун коюш керек экен. Гүлжүт аке ата-энеси эп абдан туура кылганда мындай жигиттин гүлү болсун, гүлдүн жигити болсун деп ушундай санат койгон. Негизи ат жашоодо адамга көп таасирин берет. Мен бир күлкүлүү аяштамдын бир аты бар. Ар дайым элге айтып жүрөм, аты былтыр да. Аны ырымдап койгон мындай, былтыр бек да эмес, былтыр бай да эмес, мындай кыскача, мисалы мен болсунду боке деп коюшат, ал былтыр аяштамды эч кыскарта албайт экенсиң. Былт болуп, ушундай коет да. Өзүм маршрутка дейт, бусикем истеп. Bir gün bazarım jana istеген koyup kirip ketсе, bir eje paketlerini götürüp çıktı da isteptin arkasına koyup kirip ketken eken, al ayaştan görgür ayda kelip paket temelegen eken, getip kalıptır, çıksa paket temelençe de ızıldagan eje, ölümdü görüyor, meni paketim gitti öyle diye dese, taksitler tanıyıp da. Eje, annısı былтыр tölüp gitti. Öyle mi? Kanday öyle mi? Bu yıl koyup paketim kanday былтыр tölüp? O eje, oşo jana былтыр tölüp gitti. Sen ne былтыр tölüp durasın da koydu. Ат ушунчалык таасир берди. Азыр биздин чыгармачы топтун арасында да ушундай аты необычный бир жигит келген, аты Талас. Бой Сакатай бой саралыктын себеби Мигрант деген кинону көргөнсүздөр, ошону Толка деген бетинде Ширамор авторитеттин ролун ойногон бала. Ушундай бир Кудай таалам өнөрдү үстүнөн төгүлгөн, ошон үчүн бой өспөй кой кичинекей болуп, өнөрлүү, өтө таланттуу актер, кудул, небир деген таланттардын ээси сиздердин колчаңыздар менен сахнада Талас Кашкариев деген кудул жигитти сахнага чакырып коёлу. Assalamu alaikum. At jaqtagı iki kişiye görüp atam. Men ушундай кичинекей жигитмин, көпчүлүгү менден сурай берет. Талас, сен мынча менен кичинекейсиң, үйлөнгөнсүңбү, балаң барбы, канчага чыктың? Сени апаң төрөгөндө эмне толготуп эле төрөгөнбү дейт. Же эмне чүчкүргөндө ыргып кеткенсиңби дейт. Жада калса ушул сахнага чыгып келсем дагы боосун айтат да, Талас сен сахнада сүйлөп атканда залга түшпө дейт. Эмнеге десең, о кичине бадыр уруп койшуң дейт. Боосун экөөбүз көчөдө жүрсөк, элдин баары мени таң калып карайт. Эмне мынча кичинекей дегенсип, боосу менен келип учурушат дагы мени көрмөксөң болуп койшат. Өткөндө боосун экөөбүз Кытайга бардык, мага жыргал эле болду. Кытайга барганда баары менен тең. Мен Кытайдын арасына кирип кетем, боосу мени таппай калат. Кайга кетти дегенсип. Кытайлар мага келип нихо дейт, мен тико деп коем. Жада калса Кыргызстандын кайсыл аймагына барбайм, мени ар кандай аташат. Мен өзүм Токтогулдук жигитмин, Токтогулдун Толук деген айынан болом. Токтогулга барсам мени бытыкый дешет. Бытыкый деген түшүнөсүздөр да? Түшүнөсүздөр, а? Бизде Токтогулда кичинекейди бытыкый деп коет. Таласқа барсам Кордо дешет. Нарыг барсам Кодо дешет. Ош жакка барсам эле, пакана дейт. Күйгө келсе маленький дешет. Зато үй барганда келинчегим сладкий дейт. 3 балам бар, алар сиздерге окшоп шаптырат, кол чабып коюшат. Красавчик. Неге чийбеңиздер? Россияда көбү болду көбү. Рахматыма кетип калыңыздар. Анысты мен өзүм 12 турамын, мен 10-чусумун. Менден кийин да өкө бар, алар менден да кичинекей. Кыргыздар өзү көп бала болгон ушунчалык жакшы көрөбүз да, көп бала болгон ушунчалык сүйөбүз. Мисалы Америкада американцдар аягы менен күйөөсү бирөө ушунчалык сүйүп эркелетет Америкада. Күйөөсү аягын карап туруп, I love you, I my God деп эркелетет. Бирок билбейм ал эмне эркелеп атканын. Ушинтип эркелетип отуруп ашык десе бир же 2 бала болот. Америкада. Ал эми биздин Оңуз туугандар дагы бөлүү, оймой сон сеп отуруп ашык десе бир же 2 бала болот. Ал эми биздин кыргыздар Нарыca, Birica, Mutlulukta, okulumuzda kıyması çok demele, kredi ve sevgiler.
Baykem үйünde жоқ екен, жеңгем үйде жалғыз отырып тұр. Жеңгем жанында сөйлесіп отырып қалдым. Bir мада Baykem жеңгеме телефон чалып қойып. Аяқ заты да баяғы жеңгем. Мага көрін, өйдеді, мақтана, өйдеді жеңгем телефонын құлағына қарап. Да, дүйнөнүн ең сулуу айымы өзү котлады дедиле. Baykem болсо кечиресиз аңлашмал түрдө телефон өчүрбөйт. Айымдарды көпчүлүгү гүлгө окшоштурушат, акылга окшоштурушат. Мен айымдарды гүлгө да окшоштурбайм, акылга да окшоштурбайм. Мен айымдарды кадимки жанагы эсеп чыгарган калькуляторго окшоштурам. Себеби дегенде калькулятор абак ошондо өтөп келет. Айымдар деле ошондой, кирпикти коштуруп каштап коста турам. Ал эми көйгө жагына келгенде бала төрөп, кыз төрөп, эги саны көбөйтөсүң. Бул жагына базар жок. Ал эми гүлдүн жагына келгенде эле бул менин тууганым, тиги сенин тууганың деп аябай көрөсүздөр. Бирок канчалык бөлгөңүздөр, канчалык кийин болгоңуздар, урматтуу калькуляторлор баары батарейка жок иштебейсиздер. Мына ошол батарейка биз эркектер. Ошондуктан урматтуу калькуляторлор батарейканы абайлап пайдаланыңыздар. Себеби дегенде ар кандай батарейкалар бар да турам. Дохлый батарейкалар бар. Такыр иштебеген батарейкалар бар. Баланчанын калькулятору 30 000 сомго шуа, 5 000 сомго сапожка, 10 000 сомго бөлөк вакытта баягы калькулятор эсептеп бараларды басканда байкуш батарейканын оозуна карасуу келип, көздөрү тетирайланып, нөлдү көрсөтүп калган батарейкалар бар урматтуу. Көптөгөн жерлерде концерт коюп гастролдоп жүрөбүз. Артисттерди баарыңыздар жакшы билесиздер, артисттер кайсы жака концерт коюп барбайды, бир үйгө конок болуп калсак, ошол үйгө түнөп калсак, сөзсүз түрдө бизге залга катарына жатабыз да, биз катарда жатабыз. Кече күнү бир жерде жатабыз, биринчи Нуржигит деген жигит анын жанында болсун, болсунун жанына мен жатып калдым. Жашнакка эле сүйлөшүп жатабыз. Бир маалда уктадык дедик, уктап карасам албарсты басты. Том чугуп кеткен экен, көзүмдү ача калсам мен жатам, мен үстүмдө албарс жатат, анын үстүндө болсун жатат. Өкөздөн баскаптыр. Баягы албарсты мага жардырайбы, тараптаке болсундай алып том чугуп кеттим дейт. Эптеп алдым, кеттик, болду, албарсты баспай кош келген, бир нормально уктайын деп жатсам, бир малда ким деген Казакстан трактор отап баштады. Оталды кантип дейли баягы трактор. Биринчи тыр депти. Анан Қазақстан трактор болып қалсам, сен не болып қаласың? Төмендеп қалады. Сен білмейсің? Төмендеп қалады. Сен жаңа үш-жүзек китайский трактор бар ғой? Соққа сүйреп келеді, соққа таш келіп қойды, чақадан күш бар. Сен ұшы болып қаласың? Мен неге жаштаққа ерттен сөйлесіп жатсам, маған келіп тосқан болады қазір? Мен не деп жөніне тұрсам, мені оталдырып отырасың. Мен сені бош тұрбай кішкене жерде дер айдағандар болса, сабашқа қылауызын да мен. Реклама қыласың. Осы чоңар айдағын айтып қойып, я. Чоңар? Не? Моншаны. Таба айтты? Жүнді оң, елге айтып болмақ қылып. Болады? Чоңар айда концерт көріп жүресіз. Жүні? Бәртішка. Оның түсіріп сүйген, дұрын түсіріп қомайды. Мен өзіне бұл шардан шығырасың жүрген. Чоңалайда концерт қойып жүресің. Анам бір күні бозып айтып қалды, талас жүрген өткіз бар, моншаға түсіп келе деді. Мен мақұл болған центрге түсіп бір жігіттен сұрады. Моншаға қақта десек, бір түркі көшені көрсетті, монша ошоның башында екен. Өкөз сирешейіп басып баратқанбыз, бір мазар артында шүгірт деген үн шықты, қараса бір кит деген ит өкөзді қуалады. Мен баяғы атқа жеңді, тайғашақ алдыға ұрып кетіп адам, артымды қарасам бозын бушылдап теңдеп келатыр. Бушылдап келатыр. Мұндай қараса бір дуал тұрған екен, дуалда кішкене окошка тұрып тұр. Жүгіргенде окошкада секіріп өтіп, артымды қарасам, бозының башы тұратын өзі жоқ. Жанына ақырында кеттім шасан. Ай бапсың ба, неге? Ана міне, ай деп еді, ана міне, гүл деймін.
Жоқ, сен ай дедің ғой. Ошондо баягы заводго чыгып карасам, баягы өзүнчө эле довольный болуп кетип атыр. Өнерлүү, өтө таланттуу актер, кудул, не бир деген таланттардын ээси сиздердин колчаңыздар менен сахнада Талас Кашкариев деген кудул жигитти сахнага чакырып коёмун. Assalamu alaikum. At жактагы эки кишиге көрүнүп атам. Мен ушундай кичинекей жигитмин. Көпчүлүгү менден сурай берет. Талас, сен мынча менен кичинекейсиң, үйлөнгөнсүңбү, балаң барбы, канчага чыктың? Сени апаң төрөгөндө эмне толготпой эле төрөгөнбү дейт. Жемде чүчкүргөндө ыркып кеткенсиңби дейт. Жада калса ушул сахнага чыгып келасам дагы боосун айтат да, Талас сен сахнада сүйлөп атканда залга түшпө дейт. Эмнеге десем, кичине базар ункошумбу дейт. Боосун экөөбүз көчөдө жүрсөк, элдин баары мени таң калып карайт. Эмне мынча кичинекей дегенсип, боосу менен келип учурашат дагы мени көрмөксөң болуп коюшат. Өткөндө боосун экөөбүз Кытайга бардык, мага жыргалы эле болду. Кытайга барганда баары менен тең. Мен Кытайдын арасына кирип кетем, боосу мени таппай калат. Кайга кетти дегенсип. Кытайлар мага келип нихо дейт, мен тико деп коем. Жада калса Кыргызстандын кайсыл аймагына барбайм, мени ар кандай аташат. Мен өзүм Токтогулдук жигитмин, Токтогулдун Толук деген айылынан болом. Токтогулга барсам мени бытыкый дешет. Бытыкый деген түшүнөсүздөр да? Түшүнөсүздөр, а? Бизде Токтогулда кичинекейди бытыкый деп коет. Таласқа барсам кордо дешет. Нарын барсам кодо дешет. Ош жакка барсам эле пакана дейт. Күйгө келсе маленький дешет. Зато үй сен olmuşsun. Ырдай албай калган сен экенсиң да. Болдан да эл менен сүйлөшө берип, yani мага уруксат бергиле. Мен кирип, сарпайымды алмаштырып чыгарайын. Колчаңдар, жигит Кадырбек. Жана Гүлжитеке Москванын тузу оор деди. Мен былтыр келгенде атайын туз алып кеттим бияктан. Барып тарттым, чындап эле биздин тузга караганда 200 грамм оор экен. Себеби биздикилер менен башка тең эле болмок, просто биздикилер таразыдан уруп коет го. 200 грамм жетпей. Негизи атты жакшы койгондо, адамга атты койгондо аябай сонун коюш керек экен. Гүлжитекенин ата-энеси эп абдан туура кылганда мындай жигиттин гүлү болсун, гүлдүн жигити болсун деп ушундай санат койгон. Негизи ат жашоо адамга көп таасирин берет. Мен бир күлкүлүү аяштамдын бир аты бар. Ар дайым элге айтып жүрөм, аты былтыр да. Аны ырымдап койгон мындай, былтыр бек да эмес, былтыр бай да эмес, мындай кыскача, мисалы мен болсунду боке деп коюшат, ал былтыр аяштамды эч кыскарта албайт экенсиң. Былт болуп, ушундай коет да. Өзүм маршрутка дейт, бусикеме истеп. Bir gün bazarın jana istеген koyup kirip ketсе, bir ece paketlerini götürüp çıktı da isteptin arkasına koyup kirip ketken eken, al ayaştan görgü ayda gelip paket temelegen eken, getip kalıptır, çıksa paket temelegen çıkıp, ızıldagan ece, ölümdü görüyor, meni paketim temeledi ya dese, taksitler tanıyıp da. Ece, annısı былтыр temelip ketti. Öyle mi? Kanday öyle mi? Bu yıl olan paketim kanday былтыр temeledi. O ece, oşo jana былтыр temelip ketti. Sen ne былтыр temelip durasın da koydu. Ат ушунчалык таасир берди. Азыр биздин чыгармачы топтун арасында ушундай аты необычный бир жигит келген. Аты Талас. Бой Сакадай бой саралыктын себеби Мигрант деген кинону көргөнсүздөр, ошондо Тоха деген бетинде Ширамор авторитеттин ролун ойногон бала. Ушундай бир Кудай таалам өнөрдүн үстүнөн төгүп берген, ошон үчүн бой өспөй аман кой кичинекей болуп. Көргөндө келинчегим сладкий дейт. 3 балам бар, анан сиздерге окшоп шаптырат, кол чабып коюшат. Красавчик. Неге чийиңиздер? Россияда көйлü olur mu көйлü? Rahmatlıra ketken azlar. Anıstı, men özüm 12 yıl turamın, ben 10. sınıfım. Menden keyin de ökö var, men
кичинекей. Кыргыздар өзүбүз көп бала болгон ушунчалык жакшы көрөбүз да, көп бала болгон ушунчалык сүйөбүз. Мисалы Америкада американецтер аягы менен күйөөсү бирөөнү ушунчалык сүйүп эркелетет Америкада. Күйөөсү аягын карап туруп, I love you, I my God деп эркелетет. Бирок билбейм ал эмне эркелетип атканын. Ушинтип эркелетип отуруп ашык десе бир же эки бала болот. Америкада. Ал эми биздин орус туугандар дагы бөлү, оймой сон деп отуруп ашык десе бир же эки бала болот. Ал эми биздин кыргыздар Марыжа, Берижа, Бутуңдузда, Окколмузда, Кемасы жоқ дегенде жети бесеги бар. Есіңізге түшіп кетті. Жеңелерге Құдайға шүкір, жеңелермен тамашалашып қалам, еркелешіп қалам. Bir күні Байкеннің үйіне барып қалдым. Байкеннің үйіне olsam, Байкеннің үйінде жоқ екен, жеңем үйде жалғыз отырып тұр. Жеңем жанында сөйлесіп отырып қалдым. Bir манда Байкен жеңеме телефон çalып қойып. Аязданды да баяғы жеңем. Маған көрін, өйдеді, мақтана, өйдеді жеңем телефонын құлағына қарап. Да, дүйнөнүн ең сулуу айымы өзү котлады дедиле. Байкен болсо кечиресиз аңлашпадык деп телефон өчүрүп койду. Айымдарды көпчүлүгү гүлгө окшош турушат, ак туга окшош турушат. Мен айымдарды гүлгө Жигит Сатыбек. Чоң рахмат, туғандар. Анам Москва, анам Москва. Күташығыз келді. Рахмат. Болсын? Оу. Сен құдылсың, а? Екіді. Қандай екіді? Құддыл дей. Құдылсың. Құддыл болсаң, отырған елдерді күлдірші. Бол. Қандай, ұзағынан да қысқасынан? Ұзағы жақша. Ұзағырақ. Ортасырақ дейді. Бұйылан тарих маданiyatçılığı. Kırgızların kıyın жағын айтып берейін. Япондардың самурайына Қытайлардың низасы Қырғыз үші қылыш чабыш бойынша конкурсқа қатысып қалып тұрышында чоң сценарий, толы, бірінші самурай шығыпты. Қысқа қылычы бар ғой, самурай. Шындай тұрса, жаңа чымын бар ғой, қара чымын. Жаңа етке қона өрген? Ошында қара чымын ұшып келатқан екен, зыззызда. Шақ самурай қылычы қармап тұрды, ұшып келатқан чымынды шақ деп ортасынан екі көріп, бір жақ бөлімі шақ деп үш көріп қойыпты. Япон? Елді кірсасы кетіп қалыпты. Очерт китайский низаға кетіп, алған ұшында сенада тұрса, тағы ұшында чымын ұшып келатқан екен, зыззызда. Шақ қылычы қармап тұрды, ұшып келатқан чымынды шақ деп ортасынан екі көріп, ажырап кетірегенде қайрамында шақ деп төрт көріп қойды. Қытай ма? Қытай. Елді кірсасы алып қалыпты. Өзі қайрada олаттыр. Адресті айтышқан жоқ. Айтпады. Сұрап қоймарсың ба? Очерт келіп. Кімге? Қырғызға. Қырғыз десе. Білесің, Қырғыздың қылычы жоқ. Әлігінде. Анша-мұнша мұрыты бар. Шында айтышта, тағы осындай чымын емес, бірақ қара қоңыз бар ғой. Жаңа дың деп ұшқан ба? Оныры білдік оқшашы. Осындай қоңыз деп келатқан екен Қырғыз шақ қылычын қармапты ұшып келатқан қоңызды шақ етті ортасынан чапқан екен. Ұшып келатқан қоңыз деп тұрдағы деп қайғы ұшып кетті. Не, тибе қалыптыр ма? Япон менен Қытайда үшін тойлапты, тибе қалды. Біз 3-ке 4 көрдік. Сен даңқиған қоңызды жоқ дегенде 2-ге біле алма қойдың ғой десе Қырғыз айтып бере айламай тұрғандар. Мен деген әлхамдулилля мұсылманмын. Мен Алла Тағаланың әрбір жаратқан жануарына қиянатты қылғым келмейді. Просто мындай жақсылап қарасам, о қоңыз еркек екен. Жөнеле мындай адалдап суреттеп қойдым деп қойдым.
Жақшы. Сүннеттеп қойып тұр да. Мына құлдап мамле қылған да. Жақшы. Мұндай нәрсені сахнаға айтпайды да. Сен, мысалы, құтыл болмағаныңда жаш балдарды алдырып жүрмеген кезінде сүннетке отырғызып қояйын да. Как раз Ярославға келіп, бұл центрге ашып алмадым, сүннет центрде бар. Қойсан. Сүннеті менен. Қандай сүннеті? Жоқ, бычақ қайчыны сүннеті. Ошасы. Малшалық нағылы емес пе? Сүннеті мен еліп алған тезім. Жақшы, құтыл екеніңе шеттім. Рахмат. Сен негізі тоқтағылдықтысың, а? О. Тоқтағылдықтардың кемізіне жолғысаң үрдай береді, да? О. Но Ярославдың туғандарға да бір шиміл таштап бермейсің. Тырдамақ, просто мен тоқтаулық болғанымен мен оның түсімді. Не болып тұрған жүзі болсаң? Жымдай сөз бар ғой, сен тоқтаулықтардың оны тұрған болса, барсаң, ошолардың 9-ы ырдайды дейді ғой. А мен оны